Сіздермен бірге пайдалы кеңестер арнасы. Құрметті оқырман, алдымен арнамызға жазылып, қоңырауша батырмасын басып қоюларыңызды сұраймын. Сіздердің болмашы ғана әрекеттеріңіз арнамыздың дамуына үлкен үлес қосады. Жұма аптадағы ең жақсы күн. Алла тағала бұл күнді мұсылмандар үшін ерекше етіп жаратқан. Жұма әр мұсылман үшін бір мейрам. Бұл күні Алла тағаланың мейірім есіктері айқара ашыла түсетін болады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам былай айтқан: жұма күн шыққан күндердің ең жақсысы. Осы күні адам жаратылған, осы күні ол жұмаққа кірген, осы күні ол жұмақтан түсірілген, және қиямет болатын күнде жұма. Әр күн Алланың бізге берген нығметі, бірақ осы күнге біз айрықша көңіл бөлеміз. Жақсы құлшылық жасау мүмкіндігін жіберіп алма, бүгін осы амалдарды жасауға тырысыңыз. 1. Жұма намаз бен хутбаға бару. Жұма күнінің басты құлшылығы сауабы жалғыз оқығаннан бірнеше мәрте асып түсетін жамағатпен бірге оқылатын намаз болып табылады. Мұсылман баласының жұма күні жамағатпен намаз оқу үшін мешітке қарай басқан әр қадамы үшін сауап жазылатын болады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай айтқан: күніне 5 уақыт оқылатын намаз жұмадан жұмаға дейінгі аралықта жасалған үлкен күнәлардан басқасын жуып отырады. Кім жұма күні ғұсыл алып, намаз оқу үшін ертерек мешітке баратын болса, ол құрбандыққа түйе шалғандай сауап алатын болады. 2 сағатта баратындар құрбандыққа сиыр сойғандай. 3 сағатта баратындар мүйізді қошқар сойғандай. 4 сағатта баратындар құрбандыққа тауық сойғандай. Ал 5 сағатта баратындар құрбандыққа жұмыртқа бергендей сауап алатын болады. Имам мінберге шыққанда хутба тыңдау үшін періштелер келеді. 2. Садақа беру. Алла тағала жұма күнін молшылық күні етіп жаратқан. Бұл күні ол өз құлдарына шексіз мейірім мен нығмет сыйлайды. Қайырымдылық танытыңыз. Осылай сіз Аллаға деген алғысыңызды білдіресіз. Күйбең тірлікпен жүріп мұқтаж жандарды байқамай жатамыз. Осы күні айналаңыздағыларға ерекше ілтипатпен қараңыз. Ақыл кеңес беріңіз. Көмек қолыңызды созыңыз. Садақа беріңіз. Аш құрсақ жандарды тамақтандырыңыз. Аяушылық таныту үшін көптеген амалдар бар. Жұма күнін дәл сондай күн етіп алыңыз. 3. Алғыс білдіру. Осынау зуылдап өтіп жатқан уақыттың соңынан қалмайық деп жүріп, біз алғыс білдіруді көбіне ұмытып жатамыз. Өміріміздің әр сәті үшін біз Алла тағалаға шүкір айтып, алғысымызды білдіруіміз керек. Бір сәтке болсын бұл дүние істерін қойып, біраз тоқтап Алла тағаланың сізге берген нығметтері туралы ойға шомып, жүрегіңізді шынайы шүкіршілікке толтырыңыз. Туыстық қарым-қатынасты нығайту. Мүмін адам үшін туыстарымен деген қарым-қатынас бірінші деңгейде тұруы керек. Жұма күнін туыстық қатынастарды нығайту күні етіңізде, оны өз отбасыңыздан бастаңыз. Олармен бірге уақыт өткізіңіз, садақа беріңіз, отбасылық кешкі ас ұйымдастырыңыз. Туыстарыңызға қоңырау шалыңыз, оларды қонаққа шақырыңыз, өзіңіз барып қайтыңыз. Бұл дүние қамымен жүріп туыстық қарым-қатынасыңызды суытып алмаңыз. Исламда бұл өте маңызды. 5. Алладан күш-қуат беруін, келесі Рамазанға аман есен жеткізуін сұраңыз. Алла тағаладан келесі қасиетті Рамазанға аман есен жеткізуін, оны лайықты түрде өткізуді сұрап, әрі иманыңызды нығайтуын шынайы түрде тілеңіз. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам сахабалары қасиетті ай келгенше Алладан былай сұрайтын болған: уа Алла, Рамазанға аман есен жеткізе көр. 6. Дұға жасау. Осы күні көбірек дұға жасауға тырысыңыз, өйткені осы күннің бір мезгілінде жасалған дұғаны Алла тағала кері қайтармай қабыл ететін бір уақыт бар. Бұл күнде бір нақты уақыт бар. Егер мұсылман болып табылатын Алланың құлы осы уақытта намаз оқып Алла тағаладан бір нәрсе сұраса,
Онда ол құлының сұрағанын береді, содан кейін ол бұл уақыттың өте қысқа екенін білдіріп қолымен белгі берді. 7. Тәубеге келу. Жұма түні Алла тағала тозақ отынан 600 мың адамды босатады. Кез келген уақытта тәубеге келу маңызды, бірақ жұма түні истиғфар айтуды ұмытпаңыз. 8. Салауат айту. Екі дүние сардары пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам былай айтқан: аптаның ең құнды күні жұма болып табылады. Осы күні маған көп салауат айтыңдар, сендердің айтқан салауаттарың маған жететін болады. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Олай болса арнамызға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.